Ал, қазақ, мешел болып қаламын демесең, тағылымыңды, бесігіңді дүзе. Білім бақтың жібермейтін қазығы, білімсіз бақ әлдекімнің азығы. Адамшылықты тез жүргізу үшін көп ой керек, ойлау үшін оқу керек. Бұдан былай қазақ жарға жығылса обалы, жақсылыққа жетсе мақтаны, оқыған азаматта. Қазақтың жұрттық қалпын тезге салып, астын үстіне шығару шексіз оқығанның билігінде. Әрбір мектеп нағыз ұлт мектебі болу үшін екі діңгекке тіреледі. Біреуі сол елдің тілі, екіншісі тарихы. Кім ана тілін, әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Ұлттың тілі сол ұлттың жаны, жан дүниесі. Ол жүректі соқтыртып тұрған қан тамыры сияқты. Егерде қан тамыры жабылып қалса, жүректе соғын тоқтатпай ма? Ер ертегіде ғана емес, қас батыр қасыңда, өз ішіңде, өз бауырыңнан шығады, қаулап шығады. Сымбатты өнер болмаған елде мағыналы тіршілік жоқ. Қандай қауым, қандай тапты алсақ та, қаны мен жанның суретін өнер айнасына түсірмей отыра алмайды. Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Әрине, тән қуатты болса, жан қуатты, ажарлы болады. Нашар жаннан осал мінездер туады. Біздің ой буынымыз қатпай тұрған бала күнімізде ең әуелі елжіреп сүйетін кісі кім? Ол анамыз. Бұлай болғанда біз адамшылығымызға ірге болатын құлықты әкеміз қандай ғалым болсын, қой сауып, тезек теріп жүрген анамыздан аламыз. Ойда көп, уайымда көп, ойлай берсең. Ойда жоқ, уайымда жоқ, ойнай берсең. Бөрінің артынан бөлтірік ақылды болғандықтан ермейді. Жауға жалынба, досқа тарылма. Кісінің бір айыбын маған айтқан адам, менің 100 айыбымды кісіге айтар. Қай істің болсын, өнуіне 3 шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек. Тартыспен түскен, бейнетпен келген жақсылық қана шын мәнінде қымбат табыс. Егер сол кедейдің ешкімге жалынбай, өз қорегін өзі тауып отыратын қарекеті болса, оның адамшылығы басқарақ жолда болар еді. Берекені көктен тілеме, еткен еңбектен тіле.